Мектеп білім мен тәрбие беретін маңызды әлеуметтік орта. Мұнда мұғалімдер оқушылардың білім алып, тұлға болып қалыптасуына жол ашады. Мектеп тек білім ордасы ғана емес, баланың тұлға болып қалыптасатын мекені. Бұл жолда психологтың рөлі ерекше. Мен Каримова Гүлсанат Менханқызы, Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мұнарал орта мектебінің педагог-психологымын. 2005 жылы Қарағанды гуманитарлық колледжіне балабақша тәрбиешісі мамандығына оқуға түсіп, оны 2008 жылы аяқтадым. Сол жылы Қарағанды қаласындағы Болашақ университетіне түсіп, педагог-психолог мамандығын меңгеріп, 2011 жылы жоғары білім дипломымды алдым. Еңбек жолымды Қарағанды қаласындағы мектепке даярлық сыныбында мұғалім болып бастадым. Кейін Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мұнарал ауылындағы Кенесары Қасымов атындағы мектепте педагог-психолог қызметін атқардым. 2013 жылдан бері қазіргі жұмыс орным Мұнарал орта мектебінде педагог-психолог маманы ретінде қызмет етіп келемін. Мектеп тәрбие мен білім ордасы, ал психолог баланың жан дүниесіне жол табатын қолдаушы. Мектеп психологы бала жанын түсінетін, жүрекпен жұмыс істейтін маман. Ол тек кеңес беруші емес, оқушының сенімді серігі, жан сырын бөлісетін тұлға. Қазіргі қоғамда балалар тек білім ғана емес, психологиялық қолдауға да мұқтаж. Сол қолдауды беретін жан дәл осы мектеп психологы. Ол оқушының көңіл күйін, ішкі жан дүниесін түсіне отырып, өмірлік қиындықтарды еңсеруге көмектеседі. Психолог ата-ана мен мұғалімнің, оқушы мен қоғамның арасындағы маңызды байланыс. Ол балалардың өз-өзіне сенімді болуына, қоршаған орта мен дұрыс қарым-қатынас орнатуына, эмоционалды тұрғыдан дамуына бағыт-бағдар береді. Әр бала ерекше, әр бала әлем. Психолог сол әлемді түсінуге, қабылдауға және оны қорғауға тырысады. Психология мамандығы тек мамандық емес, бұл миссия. Егер сен адамдарға көмектескенді ұнатсаң, тыңдай білсең, өзгелердің жан дүниесіне үңілгің келсе, бұл мамандық дәл саған арналған. Психолог болу үлкен жауапкершілік, бірақ одан да үлкен бақыт біреудің өмірін жақсы жаққа өзгерту. Сен бір сәтті қолдаумен, жылы сөзбен, дұрыс бағытпен адамның тағдырын өзгерте аласың. Қоғамға пайдалы, адам жанына араша болатын маман болғың келсе, психология жолын таңда. Бұл жол жүрек жолы. Психолог бол, жүректерге жылу сыйла.